Қысқы түн, дала ұйқыда, ақ ұлпа қар ауылды ақырын басып жатыр. Ауыл артта қалды. Енді тек ен дала табиғаттың өз үні естіледі. Боран алдындағы тыныш түн. Қасқыр ана жүрегімен сезіп тұр. Дәл осы жерде өмір басталмақ. Жаңа өмір келді. Кішкентай, дірілдеген бөлтірік. Сол сәттен бастап ол көксерек деп аталды. Түн тыныш. Қасқыр ана мен бөлтірік бір-бірінің жылуын алғаш рет сезінді. Ана мен бөлтірік бірге. Дала үнсіз, түн тыныш. Бірақ бұл тыныштықтың қашанға дейін созылары белгісіз. Қасқыр ана азық іздеуге жолға шықты. Бар ойы бөлтірігінде, бірақ азық керек. Амал қанша? Тамақ табу керек. Балам мені күтуде. Бірақ қайда барсам үнсіз дала. Адам иісі. Жақындап келе ме? Азық іздеген ана. Бірақ байқаусызда адам ізіне жақындап келеді. Адам даусы естілді. Қасқыр селт етіп қашып кетті. Қауіп тым жақын еді. Қасқыр қашып келеді. Даланың желі оны құшақтап, жасыруға тырысуда. Ана шайқас үстінде, қорғануға тырысуда, бірақ қатты жарақаттанып қалады. Жара терең, бірақ жанға ауыр. Ол ұлы үшін алға жүруде. Ол ауыр жараланған. Бірақ жалғыз арманы баласының тірі болғаны. Көксерек оянды. Анасы жоқ. Тыныштық тым ұзақ болып кетті. Үндер жақындап келеді. Бөлтірік демін ішіне тартты. Не боларын білмейді. Бала қолын созды. Бөлтірік шошынған жоқ. Бір сәт тыныштық орнады. Ата, апа, бұл бөлтірік. Жетім қалыпты. Мен оны ауылға алып кетсем болады ма? Бұл сенің таңдауың, балам. Бірақ есіңде сақта, бұл бөлтірік даланың аңы. Қасқыр ұясына оралды, бірақ баласының иісі баяғыда өшкен. Ана жүрегі енді үнсіз қалды. Ол кетті. Көксерек енді жалғыз. Бірақ дала оның жүрегінде мәңгі сақталады. Баласынан айырылған ананың үнсіз мұңы. Қош бол балам, сені аман алып қала алмадым. Ауыл алда. Бірақ екеуі үшін бәрі енді басталады. Үнсіз тұрып қалды. Алда үй, артта дала. Кішкентай ғана ыдыс. Бірақ ішінде мейірім. Сенім осылай басталады. Алғашқы серуен. Екеуі соңдай бақытты, әрі алаңсыз. Бұл саз даланың жүрек соғысы. Құрмаш пен көксеректің бейғамсыз сәттері. Мен мұндамын, көксерек. Таптың ба? Сен нағыз аңшысың.
Кейде ең терең достық үнсіз жұлдыздарға қараудан басталады. Бұл ұлу табиғатпен байланыс. Бұл көксеректің ішкі үні. Жылы оттың қасында жатса да, кейде анасының құшағындағы уақытты аңсайды. Анашым, иесің мені әлі шақырады. Қайдасың? Кәне, жарсайық көксерек. Қарай көр, сен енді нағыз қасқырсың. Сен өстің бөлтірігім. Бірақ менің жүрегімде сол баяғы кішкентай қасқырсың. Бәрі өзгере бастады. Ауа басқа, иіс басқа, жүрек тыныш емес. Бір күні түнде ауылға қасқырлар шабуылдады. Иттер үріп, адамдар оянып, далаға жүгірді. Қасқырлар келді. Ауылдың қойларына тап беру бар мақсаттары. Көксерек бұрыннан бері мазалап жүрген сұрақтарына жауап алуда. Мен неге мұнда тұрмын? Не, даланың даусы. Мен кіммін? Осы қасқырлардың ішінде өзін көргендей болды. Бұл енді мен білетін көксерек емес. Неге сонша ашулы? Сен бұрын менің жанымда жүретін едің. Енді сен өзіңнің жолыңдасың, я? Құрмаш ештеңе айтпады. Бірақ іштей білді. Көксерек жақында өз жолын табады. Мен өзгере бастадым. Бұл менің қалағаным емес. Мен бұл ауылды, бұл баланы жақсы көремін. Бірақ мен дала жануарымын. Ең қорқыныштысы мен Құрмашты ренжітіп қоюым мүмкін. Мен енді кетуім керек. Солай болғаны дұрыс. Сен мәңгі менің есімде қаласың. Еркіндік кейде қоштасудан басталады. Бір күні мен сені тағы көремін. Мүмкін түсімде, мүмкін даланың желінде. Сен менің жүрегімдесің. Сен енді жоқсың. Бірақ мен әрдайым сеніменмін. Кейде нағыз достық жіберу деген сөз. Егер саған біздің ертегі ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазыл.